Жұмысшы мамандықтар жылы аясында еліміздің түкпір-түкпірінде өз ісінің шеберлері танылып еңбек еленуде. Солардың бірі инемен жіпті серік еткен Динара Жүнісова. Ол сүйіктісін табыс көзіне айналдырып қана қоймай, ұлттық құндылықтарды заманауи үлгіде насихаттап жүр. Тапсырыстарды үй жағдайында орындай отырып, тұтынушылардың сенімі мен сұранысына ие болған шебер бүгінде өз ісінің жанашыры. Динара тігін өнерін жастайынан бойына сіңіріп өскен жан. Білмеймін дегенді білмейтін, керісінше әрдайым ізденісте жүретін еңбекқор жан бүгінде өз кәсібінің майталманына айналған. Оның алғашқы туындылары құрақ құрау, кейіннен қарапайым шашқа тағатын бантиктерді де жасап көрген. Бірақ нағыз жанына жақыны ұлттық стильдегі балалар киімін тігу екенін ұққан. Менің тігінмен айналысып келе жатқаныма 10 жылдан асты. Бастапқыда бұл іспен кәсіби түрде емес, жай ғана қызығушылықпен айналыса бастадым. Не білмеймін, соның бәрін YouTube арқылы қарап, өз бетімше үйрендім. Жалпы мен ешқашан қолымнан келмейді деп айтпаймын. Қазір интернет дамыған заман, ізденсең үйренуге мүмкіндік өте көп. Ең алдымен құрақ көрпе құраудан бастадым. Ұйқысыз түндер өтті, бірақ құраққа көңілім толмады. Бұрын балабақшада тәрбиеші болып еңбек еттім, ал қазір декреттік демалыстамын. Үйде бос отырғым келмеді. Уақытты тиімді пайдаланып, өз өнерімді әрі қарай дамытқым келді. Содан балабақшадағы әріптестерім топтарға бірдей бантиктер жасап беруімді сұрады. Неге жасап көрмеске деп өз қолымнан бантиктер жасай бастадым. Одан әрі әртүрлі киімдер тігуде қолға алдым. Тапсырыс негізінде. Білмесем де интернеттен қарап тігіп беретін болдым. Қазір ол 4 пен 5 жас аралығындағы балаларға арнап этностильде шапан, жилет, күртеше, курткасында киімдер тігеді. Әр бұйым қазақы нақышпен көмкерілген, ою-өрнекпен әдіптелген. Заманауи үлгі мен ұлттық болмысты үйлестіре білген шебердің туындыларына сұраныс та артып келеді. Шынымды айтсам, балаларым дүниеге келген соң шығармашылыққа деген шабытым тасыды десем артық емес. Қалада жоқ, ерекше бір дүниені ойлап табу керек деген ой келді. Содан бір қыздың шеберлік сабағын сатып алдым. Соны көріп, танысып, балаларға арналған этностильдегі шапан мен жилеттерді тігуді қолға алдым. Шымкенттегі бір қызбен таныстым. Ол осындай дайын дүниелерді сатты, содан тапсырыс беріп, түрлі көз тартар балалар жилеті мен шапандарын тіге бастадым. Бұл жай ғана киім емес, ұлттық нақышпен көмкерілген ерекше мәні бар дүниелер. 2023 жылы тапсырыстар көбейіп, кәсібім дөңгелене бастады. Өзімнің де еңбегім бағаланып жатқанына қуаныштымын. Қазір үйде отырып тапсырыс қабылдаймын. Тігемін, яғни ана ретінде де, ісмер ретінде де қатар дамып келемін. Бұл мен үшін жай кәсіп емес, рухани қанағат пен шабыттың көзі. Балалар киімнен бөлек Динара мектеп формаларын тігуді де жолға қойған. Бұл бағытта да ұлттық нақышты сақтауға тырысады. Киім үлгілеріне қазақы оюлар қосып, жас буынға дәстүрді дарытуды көздейді. Тігіншілік Динара үшін жай ғана кәсіп емес, бұл ұлттық мұра мен өнерді ұрпаққа жеткізудің жолы. Ол тек киім тікпейді, ұлт рухын киім арқылы танытуды мақсат етеді. Еңбегімен еленген шебер бүгінде талай жанға үлгі болуда. Ал оның еңбегі жұмысшы мамандықтарының да қоғамдағы орнын биіктете алатынының дәлелі. Алтынгүл Төлегенова, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сатпаев.